Продюсерлігінің аясында ашылған Шарапат тобы тұңғыш рет электрожетігімен үлкен сахнаға шықты. Бұл туралы толығырақ өнерпаздардың өздерімен тілдесіп келген тілшіміз баяндайды. Жуырда осымен екінші жыл өткізілген Spirit of Tengri этникалық музыка фестивалінде есімі елге енді танылып жатқан Шарапат тобы Көкшолақ, Таңжарбай және Сарыарқа композицияларымен халықтың ыстық ықыласына бөленді. Онда өзіміздің ғана емес, өзге елдің де өнерпаздары өнер көрсеткен. Барша түркі тілдес елдердің арасынан көптеген елдерден өнер иелері келді. Шор елінен келді, Тыва елінен, Буратия, Грузиядан келді, Эквадордан апачилер келді, түріктер келді, көптеген қандастарым Қырғызстаннан болды. 4 адамнан тұратын Шарапат тобының құрылуы бір жаңалық, ал ондағы электрожетігінің пайда болуы үлкен жаңалық. Бұл аспап арнайы тапсырыспен бүкіл ТМД бойынша электрогитара жасайтын Мәскеудегі цехтан шыққан. 23 ішекті құралдың кәдімгі жетігеннен басты айырмашылығы топқа қосылатындығы, соған сай дыбыс қабылдағыш күшейткіш құралдарының болуы. Осы мына дыбыстың бәрін қабылдайды, былай қарағанда. Және де бұл ағаш көп болғандықтан, және де осы құралдардың көмегімен мына берілген звук дыбыс ұзаққа созылады. Гавай гитарасының ладын дейді, бұл айтқанда мойын және де қосымша. Өйткені арасында бұлмен де соло кейбір темалар ойнағанда. Топтағы әр өнерпаз әр түрлі аспаптың құлағында ойнайды. Топ жігіттері электродомбыра, электрожетігіндей дәстүрлі аспаптардың заманауи дамыған түрі төл мәдениетімізді төрге шығармаса, кері тартпайды деп сенеді.